الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Рамазанға дайындықтың қырық күн Рамазанға дайындықтың 12-ші күні. Алла тағала баршамыз дұғаларымызды қабыл етсін, зікірлерімізді қабыл етсін. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жолаушы кісінің оразасына қатысты мәселелер. Жолаушы кісінің оразасына қатысты мәселелер. Егер жолаушы оразасын бұзуды ниет етіп, кейін тұрғын болып оразасын жалғастыруды ниет етсе, оразасын ұстауы міндет болады. Егер оразасын бұзатын болса, кәфарат болмайды. Яғни жолаушы кісі оразасын бұзуды ниет етіп, кейін тұрғын болып оразасын жалғастыруды ниет етсе, яғни оразашы кісі, жолаушы түйінде мысалға оразасын бұзуды ниет етті. Кейін тұрғын болып оразасын жалғастыруды ниет етсе, тұрғын болып оразасын жалғастыруды ниет ететін болса, оразасын бұзбау міндет болады. Ары қарай оразасын ұстап кету міндет болып қалады. Егер оразасын бұзған болса, не болады екен? Кәфарат міндет болмайды. Сапарға шығып кету сияқты мысалға. Сапарға шығып кеткен кезде бір кісі сөйтіп сапарда жүріп оразасын бұзатын болса, бұл кісінің не істемейді екен? Кәфарат міндет болмайды. Ораза ұстаған тұрғын кісі егер сапарға шығып кетсе, оразасын аяқтауы керек болады. Егер аузын ашатын болса, кәфарат өтемейді. Түсінікті? Егер біреу ұмытқан затын алу үшін өз жеріне қайтса, сол жерде бір нәрсе жеп аузын ашатын болса, кәфарат өтейді. Мысалға, біреу сапарға шықты. Сапарға шыққаннан кейін жолда бір нәрсе ұмытып кетті қайтадан. Сөйтіп қайтты үйіне. Қайтқан кезде аузын бір нәрсе жеп ашып жіберетін болса, кәфарат өтейді екен. Өйткені ол жеп жатқан уақытта тұрғын еді. Үйінен қайтумен жолаушылығы бұзылады. Қайтқан жолы қайтты ғой. Қайту арқылы не болды екен? Оразасы автоматты түрде бұзылады. Егер бір кісі күнін оразамен бастап, күн батпай үйіне жетуді қаласа, немесе тұрғын болып бара жатқан жерге жетуді қаласа, сол күннің оразасын бұзу макрух. Бір кісі күнін оразамен бастады күнмен. Сөйтіп оразасын бастап, күн батпай үйіне жетуді қаласа, немесе тұрғын болып бара жатқан жерге жетуді қаласа, тұрғын болып бара жатқан жерге жетуді қаласа, күн батқанға дейін, сол күні оразасын бұзу макрух. Яғни барып жеткен күннің өзінде, мысалға, кешке күн батпай тұрып жетіп алған болсаң, оразасын бұзу макрух қалады. Егер ойының басым бөлігі күн батқаннан кейін үйіне жететін де болса, ауыз ашуына рұқсат етіледі. Егер мысалы күн батқаннан кейін барып жетемін деген ой басымырақ болса, бұл есіңсе екен, ауызын ашады. Ауыз ашуына рұқсат етіледі. Түсінікті. Қазір минут.
Мгм. Келесі бізде ә, әйел кісінің нәпіл ораза ұстауының үкімі мәселе. Так, әйел кісі күйеуінің рұқсатынсыз нәпіл ораза ұстауы макрух болады. Күйеуінің рұқсатынсыз ә, нәпіл нәпіл ораза ұстауы макрух болып есептеледі. Тек зәрулік жағдай болса, бұдан тыс егер күйеуі науқас болса, сапарда жүрсе, қажылық немесе умрада ихрамға кірген болса және басқа уақыттарда нәпіл ұстауға рұқсат бермесе ұстауына болады. Мысалға, бұл жердегі мәселе ә, жалпы әйел кісі мен ер кісінің табиғаты әртүрлі, қысқасы. Яғни ер кісі жалпы әрдайым мысалы нені қалауы мүмкін, яғни күндізінде киіліп мысалға, немесе яғни күндіз келіп нені қосылуды қалауы мүмкін мысалға, иә. Бұл кезде жалпы фитнадан сақтану үшін ол әлбетте не істейді, пайғамбар айтқандай, қай уақытта ол талап еткен болса оның талабын орындаңдар деген. Яғни үлкен проблемалардың да осы несі сол нәрседен басталады, қысқасы. Яғни қазір отбасының бұзылуы да осы мәселеден ііі себеп болып жатады, осы нәрседен ұшқындалып жатады, қысқасы. Сол себепті әйел кісі мысалға күйеуі келген кезде оның талабын орындау керек дейді. Сол себепті ол кісі келген кезде оразашы болып тұрған болса, яғни оразашы болып тұрған болса, бұл кезде не болып қалады мысалға, оразасын бұзу керек болып қалады. Сол себепті әйел кісі ораза ұстайтын болса, алдын ала не істеу керек, күйеуімен ақылдасу керек, айту керек. Нәпіл оразаға қатысты әлбетте бұл нәрсе парыз оразаларға қатысты емес. Алдын ала айту керек. Мысалы, иә, нәпіл оразасын ұстай жатырмын деген сияқты. Тек зәрури жағдай болған болса, бұдан тыс егер мысалы күйеуі науқас болса, бұл кезде рұқсат етіледі. Өйткені ол қосылуға қауқары жетпейді. Сапарда жүрген болса, немесе қажылық немесе умрада ихрамға кірген болса, әлбетте ихрамда бізде тыйым салынады қосылуға. Және де басқа уақыттарда нәпіл ұстауға рұқсат бермесе ұстауына болады. Осы және басқа уақыттарда нәпіл ұстауға рұқсат бермесе ұстауына болады. Яғни басқа уақыттарда да осы тағы да бір осындай нелер бір зәрури жағдай болса, бұл кезде рұқсат етіледі қысқасы ораза ұстауына. Егер күйеуі оразасын бұздырған болса, оның рұқсатымен немесе талақтан кейін бәйінатүл кубра және бәйінатүл суғрадан кейін өтеуі ниет болады. Яғни бұл жердегі мақсат ол не істеді, оразасын күйеуі бұздырды. Енді бұл бұздырған оразаның кәпараты бар ма? Қайтадан өтеу керек па мысалға? Кәпарат деп оны қайтадан өтеу керек па мысалға? Әлбетте өтеледі, бірақ ол оның рұқсатымен біріншіден өтелу керек. Немесе талақтан кейін бәйнетүл кубра немесе бәйнуна суғра бәйнуна кубрадан кейін өтеу ниет бар. Қысқасы, суғра бар, өзде кубра бар. Бәйнуна кубра, бәйнуна суғра деген бар. Яғни талақ берген кезде екі талақ, талақтың үлкен нелері ғой, қысқасы. Үш талақ деген кубра болып есептеледі. Яғни одан кейін несі әйел кісі оның әйелі болып есептелмейді, басқа біреуге тұрмысқа шығып барып үйлене алады деген сияқты. Иә. Суғыры бұл екі не талағы мысалы. Екіден кейін суғыры болып есептеледі. Ары қарай некесін жалғастырмаймын дейтін болса мысалға, иә, әйел кісі өзінің оразасын ұстай алады қалаған уақытта. Өйткені ол талап етпейді, ол ешкім талап ететін ешкім жоқ. Содан кейін бізде айт күндері ораза ұстауға қатысты. Айт күндері мен тәшрик күндері ораза ұстау күндері. Айт күндері мен тәшрик күндері ораза ұстап, оразасын бұзатын болса, қазасын өтемейді. Айт күндері мен тәшрик күндері ораза ұстап, бұзатын болса, қазасын өтемейді. Өйткені бұл күнде ораза ұстау макрух тахрим болып есептеледі. Яғни бұл кезде тыйым салынады. Өйткені алла тағала өзі бұйырып тұр бұл күндерді не істеуге. Жаңағыдай 5 күн ғой, қысқасы жылына 5-ақ күн бізде рұқсат етілмейді ораза ұстауға. Қалған күндер рұқсат етіледі. 2 айт 3 күн тәшрих күні. Иә, 2 айт күні 3 күн тәшрих күні.
Ә, бұл күнде ораза ұстау бұзатын болса, ораза ұстап бұзып жіберетін болса, қазасын өтемейді бұл күндердің. Егер сол күндері ораза ұстауды нәзір қылса, ораза сахих болады. Именно мысалы осы 5 күнді ораза ұстауға жаңағы ниет етіп қойған болса, нәзір қылып өзіне ниет етіп қойған болса, ұстайды. Мына оразасы дұрыс болып есеп сахих болады. Сахих болады деген сөзіміз сауап болады деген сөз емес, әлбетте. Ә, егер бұзатын болса, қазасын өтеу уәжіп болып қалады. Егер нәзір ол, егер нәзірдің орнына тұтатын болса, нәзірі мойнынан түседі, бірақ бұл осы харам болады. Егер нәзірдің орнына тұтатын болса, нәзір мойнына түседі. Нәзірдің айтып жатқандай сол күн тұтамын деді, сөйтіп ант ішті мысалға, немесе нәзір беріп қойды. Осы күндері мысалы біреу бір нәрсе алла тағала маған бір нәрсе беретін болса, мен осы күндері не істеймін деп айтты, ораза ұстаймын деп ант ішті мысалға, иә. Сөйтіп алла тағала несін берді, қалаған нәрсесі беріледі алла тағала қалауымен. Сөйтіп осы күндері нәзір ретінде белгіленген үшін, немесе бір жыл бойы деп айтты қысқасы, бір жыл бойы айтқаннан кейін бір жылдың ішіне 5 күн кіріп кетеді қысқасы. Иә, сол бір жылдың ішіне кіргеннен кейін ол ұстайды, иә. Сөйтіп бірақ бұл мойнына нәзір түседі, бірақ ісі харам болып есептеледі, былай ұстау деген тыйым салу. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.